Ахмаржан туған күнінде мен айттым, жігітің не сыйлады дедім. Ештеңе сыйлаған жоқ. Сыйлады ма, сыйламады ма? Ештеңе сыйлаған жоқ деді. Сосын өзімнің Каспий Голд'ымнан өзімнің қалтамнан 101 мың теңге Нұрға жердім да, маған өзің жергенде қайтып сал жер деп айттым деді. И Нұр сөйтіп салып жіберген өзіне. Пиздец па? Пиздец. Отақ та бермеген. Туған күн. Қарағандағын айтып айтсам болады сосын. Туған күнге келмек түгілі, даже подарок бермеген. Ойлаңдар, Қарағандыда тамаққа, ресторанға баратын болса, только Ахмаржан төлейді. Нұр төлемейді. Ақша шығармайды қалтасынан, бір тиын шығармайды. Пиздец па? Пиздец. Еще. Біз инстаграммен түсіп жүрміз ғой, енді инстаграмға шығып жүрміз, бұл енді инстаграмда активный күшті болып жүр. И осы жақында не дейді, Қошан деді ма, короче, еркелетіп, мен де инстаграмға белгілесе, мен де инстаграмға подписчик жинап алайын да деген. И ол жоқ деген. Содан кейін оның көңілі суып кетті. Содан кейін все, Ахмаржаннан уже пайда жоқ, болды деген. Болды, іздемейді сосын. Пиздец па? Пиздец. Осы уақытқа дейін көтеріп келді ғой мен оны. Айтқан рахметі осы болды. Мен вообще нем жоқтын. Вообще шаруам жоқ бүтін. Ұрса маған шаруам жоқ етін. Просто жыным келгені